Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін дәл қазіргі таңда хит болып жатқан хожелі мантысының рецептімен бөлісетін боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм суымызды, бір дана жұмыртқамызды, оның үстіне тұзымызды, бір шай қасық және де бір ас қасық майымызды құйып аламыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұн болуы қажет. Ұнымызды салып, жақсылап, қаттырақ қамыр илеп алатын боламыз. Арасында түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап үйін қандырып илеп алыңыздар. Мінекей, дәл осы қамырымызды мен 20 минутқа тұндырып қойдым. Енді кезекте қамырымыз тұнғанша салмасына кірісеміз. Салмасына ең алдымен 2 орта көлемдегі пиязымызды осылай турап алдым. Оның үстіне тұзымызды, қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, ең алдымен пияздарыңызды осылай жақсылап кішкене араластырып алыңыздар. Одан кейін үстіне 200 грамм фаршымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, 20 минут тұнған қамырымызды салафанымыздан алып, осы қамырларымызды 3 бөлікке бөліп алдым. Зуаламыздың кішірек болуының себебі қамырды біз өте жұқа қылып жаятын боламыз. Осы хожелі мантысының қамыры сол жұқалығымен дәмдірек болады. Мінекей достар, осылай 3 бөлікке бөліп, тағыда 10 минутқа тұндырып қойдым. Көп тұнған қамырларыңыздың жайылуы өте керемет болады. 10 минут тұнған қамырымызды алып, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып алыңыздар. Ең алдымен қолымыздың көмегімен осылай 2 қабаттай отырып үстінен бассаңыздар, қамырларыңыз біркелкі болып шығады. Мінекей достар, дәл осылай қағаздай жұп-жұқа етіп жайып алыңыздар қамырларыңызды. Енді кезекте жақсылап 4 бұрышты формаға келтіріп кесіп алатын боламыз. Бұл әдеттегідей мантымыздан өте үлкенірек болады. Үлкен етіп 4 бұрышты қылып кесіп алыңыздар. Ішінде салмасы аз болады, қамырымыз үлкен болады, өте жұп-жұқа, дәмді болып шығады. Ішіне фаршымызды салып, жайып, жақсылап осылай салып шығыңыздар. Енді кезекте мантыларымызды түйеміз. Барлық мантыларымызды дәл осы формада, дәл осылай қалыпта түйіп шықтым. Мінекей достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет дәмді рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Мұнда инстаграм парақшамды да қалдырдым. Инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей, барлығында түйіп болдық. Ендігі кезекте мантаваркамыздың табасын майлап, қалыбын дәл осылай бірінің үстіне бірін қоя беріңіздер, жабыспайды. Дәл осы қалыпта орналастырып шығыңыздар. Дәл осы мантыны 45 минутта қайнап тұрған суымызда пісіріп алдым. Достар, менің видеом ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, алда сіздермен керемет дәмді рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Бізге ас болсын, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, достар. Описание бөліміне қанша граммнан, қандай заттар қажет екенін тағы да қосымша жазып кететін боламын. Достар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.